Саламатсыздар, құрметті аудитория, құрметті оқытушы профессор құрамы және студенттер, магистранттар. Бізде осы рухани жаңғыру бағдарламасы аясында қазір дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымдарында болып жатқан қауіп қатерлер, коронавирус, COVID-19 пандемия. Асель, ты начала? Жатқан. Ты так тихо, да? Слушай, ты так тихо. Қазіргі қара зеңмен күресу және оның алдын алу шаралары жайында сіздермен сөз қозғаймыз. Экранға мұқият қарап отырыңыздар. Дайындалған сіздерге арнайы қазақ және орыс тіліндегі презентация материалдар берілген және видео ссылкалар қарастырылады. Қазіргі қауіп, дүниежүзілік қауіп ретінде қарастырған осы қара зең, яғни аспиргил саңырауқұлақтары жайында сіздермен сөз қозғаймыз. Қара зең, яғни аспиргил саңырауқұлағы, аспергиллез инфекциясын қоздыратын түрлі саңырауқұлақтар түрінің жиынтығы аталып, бұл саңырауқұлақ инфекциясы болып аталынады. Сондай-ақ осы инфекция қалай таралады? Тыныс алу жүйесінде және адамдар мен жануарлардың түрлі мүшелеріне, әсіресе бауырға, бүйрекке әсер ететін осы қара зең аспиргил саңырауқұлақтары жайында сіздермен сөз қозғаймыз. Қара дақтардың пайда болуы, яғни қара зеңнің осы дақ немесе барқыт тәрізді көгеру дақтардың пайда болуы үшін сізге көп нәрсе қажет емес, оған тек қана мына жоғарғы ылғалдық дейміз ғой, яғни 60-70%-дан жылу болу жайында 18-25 градусқа дейінгі градус аралығындағы жеткілікті осы желдету. Сол кезде саңырауқұлақтардың спораларының сансыз көп пайда болатындығын атап кетуімізге болады. Сондай-ақ аспиргил пішіндері. Бұл аспиргил пішіндер қайда пайда болуы? Қара дақтар сияқты болып көрінеді. Бастапқыда бұл адамның беткі, яғни бетін жабумен байланысты. Бұл шеңбер, дақтар шеңберіндегі өсетін жеке нүктелер дейміз. Осы жеке нүктелерден тұрады. Яғни точечный деп басталынады, бетке пайда болу барысында дамитындығын атап кетуімізге болады. Егер беті ылғалды болған жағдайда, яғни бетті алып тұратын дақтар сулы болып тұрған жағдайда, сондай-ақ егер құрғақ болса, олар сіз күйемен ұқсастыруы мүмкін, денеге, бетке шыққан күйе сияқты болып тұруы мүмкін. Сол кезде шатастырып алмас үшін дәрігерге жүгіну барысында ғана осы күйіктің біздегі қара беттегі пайда болатын дақтардың жаңадан түскен шоқтар дейміз, осы шоқтарын ажырата білуімізге болады. Қара дақтар, яғни қара зең саңырауқұлақтарына көзбен көру әрдайым мүмкін емес, өйткені олар бір мицелийдің ең 0,6 мм-ге дейінгі жетуі мүмкін. Зең көбінесе шіріген кезде жердегі және көгерген иісті шығаратын сияқты осындай ерекшеліктер болатынын атап кетуімізге болады. Мицелийдің мөлшері микроскопиялық болуы мүмкін, бірақ мұндай кезде ұсақ бөлшек болуы бұл денсаулыққа өте үлкен зиян келтіруі мүмкін. Сол үшін бастапқы осы қара дақтардың денеге жұққан кезде адамзаттың байқалмай қалуы мүмкін деген осындай қауіптердің бар екенін атап кетуімізге болады. Асель, F5 нажми, F5 и громче. Бұнда қабырғадан пайда болатын, яғни жаңа атап кеттік сіздерге 18-25 градус түседі, осы бөлме температурасынан бөлек қатты ылғал болған кезде пайда болатын атап кетуімізге болады. Пайда болатын себептері мынау. Қазір көріп отырсыздар экраннан, жалпы суреттер берілген. Осы суреттерден қабырғалардағы пайда болатын, яғни жертөре дейміз ғой, яғни подвальный помещениеде пайда болатын, желдету кем кезде болған, жарықтың, жылудың түспеген, қабырғалардың құрғақ болмаған жағдайда осындай қабырғадан пайда болатын суреттер берілген. Бұрыштар, яғни қабырға бұрыштарынан бастап пайда болуы. Зеңнің көріністері, мына көріністерді атап кетуімізге болады. Жалпы жаңа сіздерге атағандай, яғни қара нүкте сияқты дақтардың пайда болуы арқылы болатын. Яғни бұл бастапқы кезде көзге көрінбейді, тек қана микроскоптың көмегімен көрінетін болғандықтан үлкен лабораторияларда ғана біз зерттеу жұмыстарын жүргізгеннен кейін бар бұл дақтардың пайда болатынын атап кетуімізге болады. Жақсы, одан әрі меруерт сіз жалғастырсаңыз болады. Сөз кезегі сізге беріледі. Сәлеметсіздер ме? Ең бастысы адам үшін бұл қаншалықты қауіпті осы аспиргил саңырауқұлақтары. Аспиргил бұл өте ұлы, сондықтан инфекцияның салдары өте ауыр болуы мүмкін. Әсіресе қарт адамдар және балалар үшін. Өйткені олардың иммунитеті аздау ғой. Бір сағат ішінде 1 шаршы метр 100 миллионға дейін спора шығарады. Оларды жұтатын адамның иммунитетіне әсер етеді. Зең споралары денеге, тері, тыныс алу жолдары арқылы, мысалы, егер көгеру болса помещениеда, нан арқылы да түсуі мүмкін. Иммундық жүйенің әлсіреуімен байланысты салдары
көзден жыртылуу болады, териге аллергия болады, бас ауруы, содан кейін ас қорыту трактының бұзылуы болады, құрғақ жөтел, мұрыннан қан кетеді және мазасыздық күй. Келесі слайд. Келесі. Міне осы жерде көрініп тұрғандай денеде қандай дақтар болуы мүмкін. Мына жерде уже көзге де әсер етеді екен. Қазіргі кезде Индияда осындай қауіп қатер болып жатыр, осын қаразиннің әсерінен. Міне осы микроскопиялық жағдайда көрсетілген. Міне көзде жыртыла бастайды, содан кейін ауыз бетіне ұшырайды. Кішкентай балалар да осы қаразинмен ауыру мүмкін. Осы жерде көрсетілгендей келесі. Осы жерде міне көрініп тұр қалай көзге әсер етеді екен. Қаразиннен денсаулыққа зиян келтіруді жоюдың жалғыз ғана жолы ол одан құтылу. Егер алаңдаушылық тудыратын белгілер сақталса, дәрігерден көмек сұраған жөн. Қаразин санырақлықтарының спорларының ұзақ уақыт байланыста болғандықтан, осындай ауру белгілері болуы мүмкін. Бұл ең бастысы демікпе, содан кейін пневмония болуы мүмкін, созылмалы аурулардың өршуі болуы мүмкін, ауырмас болу, иммунитеттің әлсіреуі, содан кейін аяқ қол ауруы. Не ықпал етеді осы санырақлықтың таралуына? Ең бастысы бұл жылы және ылғалды орын болады. Айтып кеткенде, Әсел Сейдахметовна, бұл 70%-дан жоғары ылғалдық және 18-25 градустан көп дейінгі температура. Ең бастысы себеп, қазіргі кезде біз көбінесе пластикалық есіктер мен терезелерді қолданамыз. Сондықтан үйіне кем дегенде бір пластикалық терезе орнатқандар оның беретін артықшылықтарына бағалап үлгерді. Мұндай терезелер керемет дыбыс өткізбейтін қасиеттерге ие, бірақ олар жылытуға көмектеседі. Сондықтан үйде жылы болады, содан кейін ылғалдық көбейді. Оларды күту оңай. Сондықтан қазір көп қолданамыз, бірақ осы именно терезелер осы жылыға және ылғалдыққа көп әсер туғызуы мүмкін. Күресу кезінен қандай ескеру керек? Күресу әдісі ең басты зиядың пайда болған бетіне байланысты. Сонымен қатар қай жерде қалыпты алып тастау қажет болғаныма қарамастан, процедура міндетті кезеңнен тұрады. Ең бірінші бетті дайындау, содан кейін тазарту, содан кейін осы зиянды алдын алу. Ең бастысы ұмытпаңыз, осы кезеңдердің кем дегенде біреуін өткізіп жіберсеңіз, немесе оның сапасыз орындасаңыз, бұл көгеруге қарсы күрестің жоғалуына әкеледі. Сондықтан, егер біз бөлмедегі санырақлықтар туралы айтатын болсақ, немесе үйдің бөлмелерінде назарды көбінесе соларға аудару керек. Ең бастысы қабырларға, терезелерге, төбелерге, өйткені сіз көргендей, олардың үстінде дақ пайда болады, қара көк дақтар пайда болады. Осы жерде біз сізге кішкентай видео көрсетеміз. Әсел Сейдахметовна, видеоның ссылкасын. Может, видео потом покажем, после русского? Жақсы. Оно одно для всех будет. Одно для всех будет. Ең бастысы зиян санырақлықтармен қандай күресуден басқа әдістері бар екен қарастырайық. Егер зиян колониялары шығарылатын белгілі бір заттарда орналасса, оларды үйден ең бастысы тастау керек. Ескі тұс қағаздарды, көгерген тоқыма материалдарды, немесе ластанған толтырғышты барлығын тастау керек үйден. Жеке үйдің құрылысында немесе сіздің пәтеріңізде жөндеуге қолданылатын барлық құрылыс және әрлеу қоспаларында сіз арнайы санырақлықтарға қарсы препараттар мен антисептиктерді қолдануыңыз керек. Зиян көбінесе ас үйдегі және жуынатын бөлмедегі плитка буындарында тамыр алады, сондықтан бұл ерітіндіге ерекше назар аудару керек. Санырақлықтардан зардап шеккен аймақтарды арнайы өндірістік препараттармен де емдеуге болады. Мысалы, олар болмаған кезде біз үйде шаруасында қолданылатын жуғыш заттарды да пайдалана аламыз. Жақсы, рахмет. Ең бастысы, сіз өзіңізге көмектесуіңіз керек. Әсел Сейдахметовна. Жақсы, рахмет. Көмектесу қажет. Ұлбосын апайыңыз жалғастырсаңыз,
өзіңізге көмектессеңіз, келесіндей әрекеттерді орындаңыздар. Ол егер көгермейтін дақтар, плиткалар немесе айналар сияқты күйекті емес беттерде пайда болса, онда оларды жою үшін осындай танымал заттарды қолдануға болады. Ол ағартқыш, аммиак, бор ерітіндісі немесе сірке суы. Қайталап айтам, ағартқыш, аммиак, бор ерітіндісі немесе сірке суы. Келесі, сіз зақымдалған бетке сутегі асқын тотығын жағып, 15 минуттан кейін аймақты сумен шайып тастай аласыз. Пісіру содасы, ас содасы, мүмкін, өзін жақсы жағынан көрсетті ол тарапынан. Сылақта колониялар пайда болған кезде күрделі түседі. Зардап шеккен бөліктің барлығын механикалық жолмен алып тастау керек. Мұны сым щеткасымен жасау жақсы. Келесі, тазарту қалыпқа енудің толық тереңдігіне жүзеге асырылады. Плитка тесіктері де өткір құралмен тазаланады. Тазартылған бетті өндірістік шаш кептіргішпен, яғни фен, сонымен кептіріп, антисептикпен өңдеген жөн. Сонымен қатар, қалып алынған аймақ қана емес, сонымен қатар іргелес беттерде де өңдеу қажет. Жақсы, рахмет, Ұлбосын Абаевна. Бұнда студенттер мұқият тыңдап отырсаңыздар, Меруерт және Ұлбосын Абаевна атап кеткенде, бұл су моншасында, яғни ваннада болатын жағдайда. Плиткалардың көзге көрінбейтін майды дақтардың, себебі ол жерде арнайы желдеткіштер болмаған жағдайда пайда болғаннан бастап бізге осындай дақтардың пайда болатындығын және өзіңізге көмектесу арқылы қандай шаралар қолданатындығы жайлы сөз қозғаған болатынбыз. Жақсы, рахмет. Айман Еспековна, сіз өзіңіз жалғастырсаңыз одан әрі. Айман Еспековна. Оқи беріңіз, тезірек уақыт. Барқыт жауды жеңу оңай емес, яғни бұл барқыт жау деп отырған жаңа көзге көрінбейтін, яғни микроскоппен көрінетін майдаған ұсақ қара нүкте дақтардың пайда болатынын атап кеткен болатынбыз. Сақтық шараларын атадық сіздермен бірге. Ұлбосын Абаевна атап кеткенде, яғни қандай химиялық реактивтермен қолдану арқылы қазіргі кең қолданатын доместос дейміз, біз атап кеткенде химиялық түрлі заттарды қолдануға болады, яғни дақтарды жуу және кептіру, тіс щеткасымен осы арнайы плиткалардың араласында біз жуу арқылы түрлі өзімізге сақтық шараларын сақтауымызға болатындығы жайында сіздерге сөз қозғаған болатынбыз. Осымен бізге арналған қазақша дайындалған презентация материалдарымыз аяқталды. Одан әрі біз орысша жалғастыратын болсақ, қазір Галия Мырзағалиевна, өзіңізге сөз береміз. Это собирательное название разновидности грибов рода аспергилл, которая провоцирует заражение аспергиллезами, то есть грибковыми инфекциями, которые поражают прежде всего дыхательную систему и различные органы, печень, почки у человека и животных. Для появления налета или бархатистых пятен плесени нужно совсем немного. Это повышенная влажность от 60-70%, тепло от плюс 18 до плюс 25 градусов, недостаточная вентиляция, и уже грибок активно размножает, выбрасывая несметное количество спор на поверхность. Посмотрите, человек – это маленькие только, разные они бывают и цвета разные, посмотрите, все грибки. И голубые, и желтые. Сейчас в Индии особенно желтые очень много распространяют. На телах оно пятнами идут. Грибки эти могут поражать ногти, ног, рук. А сейчас, посмотрите, эта черная плесень, вы знаете, что в Индии почти 9 миллионов человек сейчас поражены этим заболеванием. Ничего не могут сделать. Поражает вообще глаза, лицо, нос, и все это проникает в дыхательную систему и поражает весь человеческий организм. Посмотрите, как это разъедает этот грибок. Лечить практически, в Индии они растерялись, да?
сейчас помощь им оказывают, но все равно большую часть людей сейчас делают операции на глаза, очень много сейчас слепых. Вы знаете, эту страну постигло недавно коронавирус страшный, а теперь второе, вот это заболевание. Давайте дальше. Вы живете, студенты некоторые дома, вот где-то на стенах бывают вот такие плесени. Это надо прежде всего удалять. Даже вот сейчас лето уже начинает, ваши мамы, бабушки иногда делают варенье. В этих вареньях к осени растет вот этот грибок. Иногда в быту бывает, что убирают вот эту плесень и продолжают дальше кушать. Это неправильно. Грибок, если сверху где-то образуется, он всегда проникает вниз. Ни в коем случае такие есть нельзя. Почему? Потому что действительно это вызывает страшное заболевание. Так, Аселя, это внешний вид, посмотрите, увеличенный, да, плесени, которые проникают, он же размножается. Так, дальше. Опасность для человека. Грибок очень-очень токсичен, поэтому последствия заражения могут быть очень серьезными, особенно сейчас для пожилых людей и детей, потому что они и старые, и слишком молодые. За 1 час квадратный метр, 1 квадратный метр выделяется до 100 миллионов спор, которые угнетающе действуют на иммунитет человека, их вдыхающего. Споры плесени попадают в организм через кожу, органы дыхания, даже с едой. Дальше, нет, обратно. Обратно. Қазір видео көрейік, бізде 9 минут уақыт қалды. Видеомен жалғастырсақ, Галия Мырзағалиевна, қалай қарайсыз? Асия Селахметовна, көмек керек па? Да. Ладно, скопируйте вот это и... Или влага и температура не должно быть. Значит, сухая и вентиляция должна быть. Особенно, я говорю, даже в ванной посмотрите, хоть маленькая где-то появляется, вот первое средство, вот это СИФ, крем, он очень хорошо намертво удаляет. В быту у нас. Так, дальше, давай сейчас быстренько. Ну, это временно, Галия Мырзағалиевна. Это временно удаляет. Есть, но надо чаще использовать. Появится, это бесполезно. Она будет удаляться временно, но опять обратно будет вставляться, понимаете? Либо надо менять полностью кафель, либо вот этот полностью стену, вот такая тема. Дұрыс айтасыз, Галина, да, үнемі қолдану керек осындай химиялық заттарды. Үнемі қолданған сайын химиялық заттар қолданған кезде ондай плесеньдер жоламайды. Бұл сақтық шараларына жақсы. Я сақтық шараларына жақсы қолданатын заттар болып табылады. Так, давай дальше, дальше. Что нужно учесть в борьбе с черной плесенью? В борьбе с черной плесенью вот зависит от качества поверхности. Улбусина Абаевна правильно говорит. Значит, на которой плесневый грибок появился. При этом, вне зависимости от того, где необходимо удалить плесень, процедура будет состоять из 3 обязательных этапов. Это подготовка поверхности, очистка и профилактика. Не стоит забывать про пропуск хоть одного из этих этапов или некачественное его выполнение всегда приведет к тому, что борьба с плесенью будет проиграна. Если говорить о грибке в помещениях, комнатах, дома, подвале, что чаще всего мы имеем дело с поражением стен, окон, потолков, дома, все это надо чистить. Давайте дальше. Давайте покажите еще рисунки, как бороться. Как бороться с грибком? Это прежде всего надо
обязательно весьма действенным способом от плесени это обработка помещения с помощью УФ-лампы, ультрафиолетовой. Сейчас есть бактерицидные лампы, они везде сейчас продаются, и оно действительно помогает. И очень хорошо, смотрите, при использовании лампы необходимо соблюдать меры предосторожности. То есть надо, там если есть какие-то животные, рыбки, это все надо выводить из помещения, даже живые цветы. Вы знаете, даже бактерицидная лампа, если включена, живой цветок может умереть. Поэтому тут надо соблюдать. Если колонии плесени расположились на предметных конкретных, которые можно вывести вон, их обязательно нужно удалить за пределы жилья. Отправьте на свалку старые обои, заплесневевший текстиль или зараженную шпаклевку. Во все строительные отделочные смеси, которые используются при строительстве частного дома или при ремонте вашей квартиры, следует добавлять обязательно антисептики, чтобы потом мыть часто санузлы. Дальше. Если пятна плесени появились вот на поверхности, например, кафель, зеркало, так, это надо все действительно и отбеливать белизной, нашатырь, раствор буры или уксус. В основном сейчас в последнее время 9% уксус используют или даже яблочный. Наносит на пораженную поверхность перекись водорода, а потом уже промывает водой. Или очень хорошо вот пищевой содой. Потом еще здесь необходимо очень, вообще часто надо мыть, очень часто, когда грибки, прям даже каждый день надо, для того, чтобы вот эти участки, которые поражены, удалялись. Так, дальше. Победить своего бархатистого врага совсем непросто, но можно. Гораздо важнее обеспечить такие условия жизни в вашем доме, чтобы плесень в нем вообще не заводилась. Не оставляйте ей ни единого шанса на жизнь. Я говорю, с плесенью бороться очень сложно, но можно.